Жетісу облысы 2022 жылдың 8 маусымында президент қаулысымен жеке дара облыс атанды. 5 маусымдағы референдумда 2 кандидатура ұсынылып, 11 маусымда өңір басшысы ретінде Бейбіт Исабаев таңдалды. Бұл жұмыстар облыстар бөлінген сәттен облыстық мәслихатқа жүктелді. Бірінші сессияда 4 тұрақты комиссия құрылды, яғни экономика, әлеуметтік, ауыл шаруашылық және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бағытында. Төрағасы Гүлнәр Тойлыбаева сол уақыттан өңір дамуына айрықша күш жұмсады. Шекарамыздың жаңағы шегін, аумағын барлығын бекіту үшін мәслихаттың шешімімен ұсыныс бердік. Біздің 8 ауданнан 2 қаладан құрылатын аумағымыз қаншалықты, соның картасын белгілеп, шекарасын жаңағы үкіметке бекітуге жібердік. Өзіміздің шешімімізбен. Маслихат төрағасы бірінші сессияда облыс әкімнің халықпен жүздесу кестесін бекіткен. Бұл президенттің тікелей тапсырмасы. Жылына аудан жұртшылығымен 2 рет кездесуі заңды. Осы сәттен бастап Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевтың өңірлерді аралауы басталды. Екінші жарты жылдықта облыстағы аудан қалалар толық қамтылыпты. Облыс әкімі бірінші жарты жылдықта қай аудандарда қай уақытта халықпен кездесу керек, алдын ала халық білу керек оны. Сондықтан да осы емді кездесулерде халық өзінің ұсыныстарын, тілектерін барлығын дайындайды ғой енді. Өзінің проблемалық вопростарын, сұрақтарын қояды ғой. Осы мәселелердің барлығында алдын ала икемді жоспарды бекітіп жарияладық. Бейжай қалмады, қалдырмады. 2022 жылы өткен 7-ші шақырылымда 15 сессия өткізіпті. 8 маусымнан құрылып 2023 жылдың 19 қаңтарында таралған уақыт аралығында 46 шешім қабылданған. Бұл 46 шешімнің барлығы біздің облысымыздың арғарайда әлеуметтік экономикалық дамуына қажетті негізгі маңызды маслихаттың қарауына берілетін мәселелер барлығы. Маслихаттың шешімімен арғарай іске асатын дүниелердің барлығы осы біздің шешімде қабылданып отырды. 4 комиссиямыз бар ғой. Негізгі маңызды мәселелердің барлығын тұрақты комиссияларда қарап отырдық. 2022 жыл сайлауға толы жыл. Референдумнан басталған науқан президентті анықтағанға дейін жүрді. Маслихаттың міндеті халықты дауыс беруге шақыру, өз таңдауларын жасауға, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу. Тек мұнымен шектелмеді. Осы 2 кандидатураны тағы да біздің осы барлық деңгейдегі маслихат депутаттары өзіміздің келісімімізді бердік. Онда да басым дауыспенен 85%-бенен Бейбіт Өксікбайұлы қайтадан келісім алды да тағайындалды. Тәй-тәй басқан облыстың аяқтан тік тұруына мемлекеттен бөлінген бюджет маңызды болды. Өткен жылы бюджеті 357 миллиард теңге болды. Биыл 470 миллиард теңге бөлініп, кіріс 74,4 миллиард теңгеге жетіпті. Бюджетіміздің көтерілгені бұл экономикамыздың да көтерілуі ғой. Және де мынау әлеуметтік нысандардың салынуы, былтыр мысалы 22 жылы 6 мектеп пайдалануға бердік. Оның барлығы білім сапасының арттыруға, балаларымыздың сапалы білім алуына көп өзінің әсерін тигізді ғой. Және де мынау төлемдерді жинау, мемлекеттік бюджетке салықтар мен басқа төлемдердің жинауы 107-де 1%-ға орындалды. Бұның өзі біздің дамуымыздың динамикасының өте жақсы екендігін көрсетеді. Маслихат жанынан құрылған 4 тұрақты комиссия мүшелерінің қатары көбейіп, әлеуметтік мәселелерді көтеріпті. Яғни мүгедек жандарды жұмысқа орналастыру, оларға бөлінетін квоталарды да бақылауға алған. Кәмелі жасқа толмағандар арасындағы суицид індетінде бір жолға қою сынды. Тағы басқа да мәселелер маслихаттың тыңғылықты атқарған жұмыс нәтижесі болды. Міне, осылайша қоғам айнасына кір келтірмеуге барынша атсалысамыз дейді маслихат төрағасы. Халықтың жағдайын, әл-ауқатын арттыру, ауылды көтеру мәселесі, осы мәселеде біз бір шешімге тоқтаймыз. Пікірлер әралуан болғанымен мақсатымыз бір, халық үшін қызмет ету. Халықтың бізге сеніп тапсырған мандаты бар. Сол сеніп тапсырған мандатты кеудемізге таққан мынау значогымызды, төсбелгімізді үлкен жауапкершілік ол. Тек қана кеудеге жарқатып тағып жүру емес, үлкен жауапкершілік. Айта кету керек, облыстық маслихат құрамы 75%-ға жаңарған. Дені жастар, бұл қуантады. Себебі жаңаша ойлау мен тың идеялар көп. Осылайша ел экономикасы мен әлеуметтің әлеуетін арттыруға бар күш-жүгерді салмақ. Жан-жақтан маған қатысы жоқ деп емес, Жетісу облысының өркендеуіне, жасалынып жатқан жаңа нысандардың сақталуына, көшедегі жарықтардың сынбауына,
Жай ғана мынау аялдамалардың да таза ұсталуы, көшелердің таза болуы, есік алдында орнатқан, отырғызған гүлдеріміз бен ағаштардың көркеюіне әрқайсымыз үлесімізді қоссақ, міне Жетісу облысы көркейеді, әрқайсымыз еңбек етсек. Сондықтан да Жетісу облысының бір жылдығы құтты болсын, табысты болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шалқар Нұрмұхамбет, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Талдықорған.